Армысыздар достар. Бүгін біз нормаль мен тангенциалды жылдамдыққа байланысты а, жаттығуды шешіп көреміз. А, Бізде осындай траектория бар. Бұл траектория нидел дөңгелек, және де бұл траекторияның қисықтық радиусы ро-ға тең. Біз бұл роны білеміз, сондықтан ро бізде ро-ға тең, бір санға тең. А, бізге бізде біздің нүктеміз осы траектория бойынша v жылдамдықпен қозғалады. Бұл v жылдамдық векторлы шама емес, бұл тек қана осы траекториядағы өтетін осы траекториядан тәуелді жылдамдық. Осы жерде жылдамдықтың саны нөлден осы L болса, бұл бізде L. Осы L-дан тәуелді. Нөлге жақын болса жылдамдық үлкен емес. Нөлден ары қарай кеткен сайын жылдамдық өсе бастайды. Міне осындай заңдылық, бір коэффициент бар. Енді кез келген дене дөңгелекпен немесе басқа бір қисық траекториямен қозғалса, оның тангенциалды және нормалды жылдамдығы болады, үдеуі болады. Негізі үдеу осы жаққа қарап тұр. Мысалға, дәл осы суретте жылдамдық бізде осында қарап тұр. Дұрыс қой. Ал негізгі жалпы үдеу оны осы вектор бойынша астына қарай әкетеді, астына қарай тартып отыр. Алдына осы траектория бойынша және астына қарай. Міне, алдына бұл тангенциалды үдеу, ал астына қарай осы траекторияға тартып тұратын, траекторияда ұстап тұратын нормалды үдеу. Енді алдыңғы сабақта біз тангенциал мен нормалды үдеуді таба аламыз. Бізде формула бар. Бұл формула тангенциалды плюс v квадрат ро жарайды. Нормалды n. Мына жерде стрелка жоқ. Бұл векторлы емес, жай амплитуда. Осы формуланы біліп тұрып, осы фи бұрышты табу керек. Фи бұрыш бізде неге тең? Геометрияны білетін болсақ, жауапты табу өте оңай. Көптен бері сұрап жүрген шығарсыздар, бізге тангенс синустар не үшін керек деп. Синус, косинустар дәл осындай жаттығуларды қажет. Фиді табу үшін бізге осы біліп тұрған шамаларды пайдалана тұрып, тригонометрияны пайдалану керек. Яғни бізде тангенс деген, не бізде үшбұрыш болса, мына жерде 90 градус. Бұл жерде А, Б, С деп атайық. Бұл альфа бұрыш. Осы альфаны табу үшін А мен Б-ны білсек, тангенс пайдалануға болады. Тангенс дегеніміз альфа бұрыштың тангенсы бұл Б бөлінген А. Ал
осы формуладан альфаны қалай табуға болады? Өте оңай. Бұл шаманың арктангенсін аламыз. Арктангенсін алсақ, альфаға ие боламыз. Енді осы жерде бізде b-ның орнына а нормальды, тангенс фи тең а нормальды бөлінген а тангенциальный, касательный үдеуге. Енді бізде фиді табатын формула бар. Осыдан арктангенс фи тең арктангенс ан бөлінген ат. Ан бізге неге тең? Алдыңғы сабақтан бізде ан тең v квадрат бөлінген ро. Бізде v бар, ро бар. Сондықтан кішкене оңайлау. v квадрат ро деп пока жазып қойық. Бұның бәрі ат-ға бөлінген. Аты бізде атау бізде алдыңғы бірінші сабақтан аты тең dv бөлінген dt. v бізде бар, бірақ v бізде l-дан тәуелді, уақыттан емес. Сондықтан бұл v-ның уақыт бойынша туындысын қалай таба аламыз? Ол үшін бізде осындай прием бар. dv dt-ның екі жағында dv мен dt-ны dl-ға көбейтіп dl-ға бөлсек, ештеңе өзгермейді. Бұл бірге көбейтілген секілді. Яғни dv dt-ны dl-ға бөліп dl-ға көбейтсек, ештеңе өзгермейді. Кез келген кезде біз dl-ды жоя аламыз. Бірақ бізде осы жерде dv dl туынды болып тұр. v-ның жылдамдықтың l бойынша туындысы. Бізде v l-дан тәуелді, сондықтан бізге осы жер керек. Ал dl dt дегеніміз қарапайым жылдамдық. Бұл жылдамдық осы жылдамдыққа тең. Енді dv dl дегеніміз dv dl дегеніміз бұл осы k түбір l-дан туынды. Түбір дегеніміз бұл k-ны сразу умножар қоюға болады. K, ал dl түбір дегеніміз бұл 1/2 степень, ал 1/2 степень минус 1. L 1/2 степень, да 1/2 минус 1. Туынды. Осы туынды осындай санға тең. 1/2 минус 1 бізде минус 1/2-ге тең. Сондықтан бұл жерде алып тастауға болады бірді. Минус 1/2 степень дегеніміз бұл 1/2 L үстінен астына кетеді. Және де 1/2
степень яғни түбір. Ам, бізде осы тәуелдіктен осыдан басқа осы жылдамдық бар. Сондықтан бәрін қосып жазсақ, осы жерге жазайық. Бір де екі L және де V жылдамдық. Осы жерде K көбейтілген. Так, мына жерде K бар. Оны ұмытпайық. Осы жердегі K бар. Ол осында. Және осы V мен мына жердегі V мен келетін K бар. Сондықтан бұл екінші деңгейде болады. Түбір L. Түбір L мен түбір L бір-бірін жояды. Сондықтан біздің жауабымыз V квадрат ро бөлінген дегеніміз бұл екі бізде үстіне кетеді, ал К квадрат астына кетеді. Міне осы біздің жауабымыз. Осында тұратын санымыз, ал фи тең арктангенс осы мүшеден v квадрат 2v квадрат ро k квадрат. Сандар болса, сандарды осында қойып, арктангенсті санай алмайық. Сондықтан бұл біздің жауап. Интернетте кез келген жаттығулар көп, осындай задачалар көп. Задачамен бірге оның шешімдері бар. Сондықтан осы жерде сіз автоматтыққа дейін өсірсеңіз, өзіңіздің білімдеріңізді, осы формулаларды қабылдауды, онда ары қарай сіздерге оңай болады. Сондықтан тоқтамаңыз, есептерді шығара беріңіз. Сұрақтарыңыз болса, маған қойыңыз, бірге шығарып көреміз. Назарларыңыз үшін рахмет.